Аға ренжіп жүрсіз ба? Қазір шынымды айтайын, мен бір бақытты кезеңде жүрмін. Бақытты. Өткенде Наурызда біраз өкпелеп жүредіңіз ғой. Қабылдамады деп. Енді сіздің қасыңызда мен жүрдім сол кезде. Наурыз менің жалпы сүйікті тақырыбым. Және ондағы қайшылықтар мені пісіре түседі. Оған мен рахаттанамын керісінше. Және көп нәрсені қарсы айтылған нәрселерден арқылы түзетіп, тереңдетіп, сондайға арандату болады. Осы жолғы Наурыз туралы енді бірге кіріп жүрдік, көп жерге ұсындық, барлығы жақсы қабылдайды, ойбай сендердікі дұрыс екен деген әңгімені естиміз, бірақ сыртқа шығамыз ба, нәтиже басқаша болады. Былай ғой, екеуміз процестің ішінде жүрдік та, үдерістің ішінде жүрген кезде, сонымен бірге қайнайсың да, эмоцияға анда-мында беріліп, талдамайсың. Содан кейін суынып, содан кейін сырттан қарасаң, керісінше үлкен жұмыстар жасалды. Және бұнда басты нәрсе, бұндай үлкен шаруаларға өзі рухани жаңғыру деген қашан шықты? Бір 5 жылдан, кем емес. Содан бері қарай істелген не шаруа дегенде, соның істелмей жатқанына себепті тапқандаймын мысалға. Көп біздің жақтан енді ғалымдар бар, зерттеушілер бар, халық бар күтіп отқанда, соны іске асыратын үдерісті жасайтын біраз кемшіліктер бар екен. Оған мен ренжімеймін. Соны түзетуге қатысуға кәдімгідей құлшынып жүрмін одан әрі қарай мысалға. Оны тоқтатпау керек сияқты. Тоқтатпау керек, және оны тек Наурыз тақырыбы бір ғана тақырып қой. Одан басқа мен айттым ғой, түркілердің жылына 4 үлкен мерекесі болған. Және бұны айтып бастағанымызға 10 шақты жыл болды. Қазір барлық түркілер оған кіріп кетті бұл тақырыпқа. Енді біз сол кезде бір татарлар хабарласты. Қырғыздардан да бір қызығушылық болды. Бәрінде бар. Бастысы барлық түркі халықтары, қазір 40-тан аса түркі халықтары бар. Солардың барлығы Түркияның өзі бізге алаңдап, бізге қарайды. Неге? Түркілердің қара шаңырағы осы жүр ғой. Және бүкіл фольклорлық, рухани құндылықтың барлығы бізде жатыр. Біз соны әлі шығара алмай отырмыз. Ана түркі халықтарын келтіре алмай отырмыз, үйлестіре алмай отырмыз да. Солай үйлестірсек, біздің миссиямыз, қазақ халқының миссиясы. Бұл бір жоғарыдан біз мүмкін жаңағы өткенде де жүрдік қой. Жаңағы министрлікке кірдік, рухани жаңғыру орталығына кірдік. Сол кезде біз өз жаңағы осыны солар істеу керек деген сондайға неге мойынсынып кеткенбіз? Сол бізде қателік бар. Жалпы біз бұрын көптен мемлекеттігіміз үзіліп қалған халық болғаннан кейін, барлық сосын қанша 1-2 ғасыр бойы жетімсіреп келген халықпыз ғой. Содан мемлекетті құрып алғаннан кейін әкеміз сол көрінеді да, бәрін сол жасап беру керек сияқты. Қазіргі елдегі болып жатқан көп негативтерді анаған билік кінәлі, үй болмаса да билік кінәлі, анау болмаса билік кінәлі деген, содан бәрі бір болып тұр ма сонда? Мына біреуді кемшілікті біреуден іздеу, біреуге ысырып салу, бұның барлығы мына жасампаздығы төмен адамда немесе халықта болады да. Сонда біз не төмен халықпыз ба? Жасампаздық бірдеңені істеуге әлі икеміміз келмей жатыр. Неге? Біздің түбімізде көшпелі халықтың қаны, гені бар. Көшпелі қоғамда көп нәрсені жасамайды, жасатады. Барады, жаулап алады, мемлекет құрады. Сосын соның несімен жаңа бір өркениет пайда болады. Сол кезде үлкен жасампаздық пайда болады да. Сол біздің қанымызда. Неге біз билеуге құмармыз? Неге билікке құмар қазақ? Дүниежүзін билеп қалған халықпыз. Соның қаны отыр да бізде. Бұлай өзіміз барып жерді шұқып, бірдеңе егіп, оған жоқпыз. Әрине, бірақ қазақ халқының жалпы мына 4 кеңістікті билеген халық, 4 кеңістікті игерген. 4 кеңістік дегенде тауды, даланы, орманды, су бойын. Су бойды бар. Су бойы дегенде, мысалы, шубаштар, ежелгі түркілер. Сол жерде ғой, мысалға. Татарлар. Және 4 кеңістікке сәйкес түркілер өзі 4 соған сәйкес өзінің кәсіптерін меңгерген, игерген. Мысалға, ормандағы халықтар аңшылар болып келеді көбіне. Білесіңіз бе? Даладағы малшылар болып келеді. Таудағы көбіне металлургия, мына металл, зергерлік содан шығып келеді да. Соның барлығы, адамзаттың барлық өркениеті содан шығып тұр да, сол 4 кеңістіктен 4 жаңа жақты болып келеді. Сөйтен келеді да,
қағанаттар құрылған кезде жаңаның барлық ресурстың бәрі бірігіп кетеді да. Бірігіп кетеді. Бірігіп, алға қарай жаңа үлкен өркениетке көшеді. Ана сақтардың, скиптердің алтындары қайдан шықты? Солай шықты. Бұл өте күрделі тақырып әрине. Оның барлығын әлі осыны зерттеу, ары қарай тереңге ету бара алмайды. Иә. Жан-жақты зерттелу керек. Бұны психологиялық жағынан. Жаңағы 4 кеңістіктегі халықтың психологиясы да әртүрлі болады. Біріккен кезде, бірақ жалпылама бір ұлы далалық, бір дархандық, бір жайбарақаттық, бір ақкөңілдік психологияда. Сосын жаңа күйбеңге жоқ, сабырлылық, сондай болады да. Енді мен соңғы бір 10 жылдың көлемінде түркі халықтарымен көп араласып, жайдарман бойынша да жүрдім. Сол кезде сақалар бар ғой, якуттар, тывалар, башқұрттар. Біздегі проблема дәл соларда да бар. Өздері айтады, біз еріншекпіз, мысалы, сауда-саттықта олар жоқ. Жаңағы бірдеңе еккен кезде де басқа ұлттар егеді. Сонда бұл, мысалы, енді көбісінің тілі енді қазір орысша сөйлейді ғой, ресейліктер. Бірақ сонда да сол жаңағы еріншек деп айта алмаймын енді, бірақ өзінің халқының сондай болмысы ғой. Болмыс. Орыстың өзі сондай халық. Еріншек, жалқау. Өйткені оның қанында біз жатырмыз. 60-70% орыс, ол түркілер. Мен оған келсем, оны ар жағын шұқыласам. Оны жау көріп неді. Ол сондай жаңағы тарихи қалыптасты. Ал енді мынадай нәрсе жаңағы сөзден шығады. Жалқаулық, аңғалдық, еріншектік, батырлық, бұның барлығы аттылы мәдениетке тән нәрселер. Аттылы. Ат дегенің жердің үстінде емес, жер мен аспанның арасындағы халықтарды бір менталитетін құраған ғой. Мына аспан асты деген қытайлардың сөзіне, ол қытайлардың өзіне тән емес. Ол ғұндардан сіңген. Аспанның асты жердің үстіндегі қалыппыз. Аттың үстіндегіміз деген сөз. Басқаша айтқанда. Яғни жерге аяғымыз тимейді, солай өмір сүреміз. Жерге аяғың тимейді деген сөз, жерді өңдемейсің, жерді шұқымайсың деген сөз ғой. Бұлай айтқанда. Көрдіңіз бе? Ноғайда болдым, Құмықта болдым, Қарашайда болдым, Башқұртта, енді татарларда бұны байқаған жоқпын. Қырғыздарда да барлығы ата-бабасымен мақтанады, ата-бабасымен. Біздің бабаларымыз тарихымен мақтанады. Жарты жерді жаулап алған, анау бұғаттар болған. Оған мен де арасында қосылып кетемін де, бірақ так тоқтатамын енді өзім. Бұрын енді қанымызда болдым ма? Менің 4-ші атам анау болған, біздің шалдар мұндай болған деп әңгіме айтамыз. Сол кезде енді ары қарай кетіп бара жатса айтамын, енді дәл қазіргі сендердің жағдайларың мүлдем басқа ғой. Неге қазіргімен мақтанбайсыңдар? Неге болашақпен мақтанбайсыңдар деп. Енді бұны ары қарай қозғай берсең, біраз жерге барасың. Бұдан қалай құтыламыз деп бір ақыл кеңес сұрамай-ақ қояйын, бірақ бір өсіп келе жатқан жастарға не айтуға болады? Бұлай ғой. Өткенде Асқар ағамыз айтты ғой, технократ елге айналуымыз керек деп. Қазір соңғы кезде әлеуметтік желіде осы жөнінде көп жазып жүр. Мынадай шығаруымыз керек, жаңағы бір жігіттер, түріктер, байрақтар шығады, анау шығарды, мынау шығарды деп. Бұлай ғой. Жаңағы мен басында айттым ғой, 4 кеңістікті меңгерген қалыппыз деп. Сондағы мысалға таудағы көк түркілердің аңызы бойынша таудың үңгірінде пайда болып, сосын шығады ғой. Сонда олар босқа жатпайды, металлургияны меңгеріп шығады да. Олардың мықтылығы жаңағы қару-жарақпен шығады ғой сол жерден. Аңыз ғой енді, миф. Бірақ оның бәрінде шындық жатыр. Ал басқа түркілер болды ғой ол кезде. Ол кезде олардың қолынан аналардың істегені келмейтін еді. Енді қарасаңыз, қазіргі кезде жаңағы бүкіл түркілердің барлығы технократ болуға міндетті емес. Менің ойымша. Мысалға, өзбек ағайындар. Отырықшы халық. Өзбек бар жерде бір дастарханның берекеті бар. Берекесі бар. Солай ғой. Өсу, өндіру, көкөніс, жеміс-жидек, ол тек солардың қолынан келеді. Қазақ бар жерде, қазақ сияқты далалық малшылар бар жерде, малдың, кәдімгі даланың құты.
татарлар мысалға ғылымға жақын. Ғылымға? Иә. Саудаға емес пе? Саудаға жақын, енді негізінен ғылымды да бұлар жақсы меңгерген. Сауда, сауда ол бизнес. Менің айтқым келіп отқаны түркілерді бөліп кәсіпке бөліп нету емес. Бірақ сол халықтан мысалға зорлап басқа жаққа технократ шығару міндетті емес дейсіз ғой. Міндетті емес. Бірақ әрине соған бейімді бөлігі болады. Бейімді бір табы болады. Соларды таба біліп, соларды ынталандыру керек та. Сонда тез көктеп кетеміз. Мысалға сіз мына отырардан шыққан кемінде 30 Фараби болған. Иә. Тек бір отырарда. Тараз бен Қораздың арасында 100-деген қала болған. Қораз? Қаразым дейді ғой. Хорезм. Хорезм. Иә. Ол негізі Қораз. Мен Қораз деп атаймын негізінде. Иә. Меніңше солай аталған да болуы мүмкін. Оның бірақ тарихын әлі ешкім дендеген жоқ. Жаңағы оғыздардың отаны дейсіз ғой. Оғыздан дейін ол деген бірнеше жылдық тарих. Бер жағы ғой. Бер жағы, иә. Сонда қалалардың барлығы жай ғана қала емес қой. Олар тек сарттардың, жаңағы біз ойлаймыз қазір, тек сарттардың бір жаңағы егіншілердің, диқандардың, бау-бақшаның, сауданың жолы, бірдеңе болса тек жібек жолы дейміз. Иә. Ал ол жерде гүл деген ғылымның орталығы болған ғой. Егер бір ғана отырарда 30 Фараби болса, онда сосын мына исламның ғылыми тарихын зерттесек шіркін, әлі жете зерттемей жатырмыз. Сол қай кезде гүлдеді ислам? Арабтардан ба, әлде Орта Азиядан ба? Оның алдынан ба? Орта Азиядан. Орта Азияның ықпалы болды. Орта Азиядан барды ғой. Иә. Мысалға бір ғана нәрсе, ежелгі Греция дейміз ғой. Иә. Ежелгі Греция деймізді барлық өркениет тек сол жерден шыққан дейміз. Енді оның тарихы өз алдына бөлек. Ежелгі гректерге біздің түркі ата-бабаларымыздың, прототүркілердің тікелей несі бар. Олар да қазір орыстар сияқты, иә, солар сіңген, солардың үлкен нәрсесі бар. Тіпті қазіргі терминді несін алсаң, ежелгі гректер тұнған түркизмдер. Енді жарайды. Сонда Аристотель бар ғой, адамзаттың алғашқы ұстазы. Аристотель, кәдімгі ғұлама данышпан. Соны Әл-Фарабиға дейін үзіліп қалғанда, сол ғылым қалып қояды да, соны Әл-Фараби алады да, қайтадан сараптап, соны адамзатқа түсіндіріп береді ғой араб тілінде. Екінші ұстаз болғаны сол ғой. Екінші ұстаз деп айтатын. Иә. Сонда ежелгі ғылымды алып, мына отырардан шыққан Әл-Фараби атамыз қайтадан халыққа, халқым ау, мынадай бар деп түсіндіріп, екінші ұстаз атанып отыр. Содан кейін ғылым тағы да өзгеше деңгейге көтеріліп, исламдық ғылыми орта пайда болады. Дәуірлейді. Сосын тоқтап қалды. Содан кейін тоқтайды енді. Оның барлығын әрине сараптау керек, мен жалғыз өзіммен айта алмаймын. Иә. Бірден айтып қояйын. Ол неге тоқтады? Қай жерден басталды? Мүмкін ол Фараби отырардан басталды деп айтып отқан жоқпын. Халқымыз шатаспасын. Жалпы жаңағы бір ғана бір дәйегін айтып отырмын да. Демек ол тегін дәйек емес қой. Енді бұл жөнде бұны бірнеше тақырыпқа бөліп тастауға болады. Иә, айтқым келіп отқаны далада жатқан қала мысалға. Иә. Өзі айналасын бәрі бетпақ дала. Сондағы Фарабидің істеп отқан, Фараб қаласының істеп отқан бір жарқын көрінісін қараңыз. Демек, ол бері шығып кеткенді, шығып көрсеткен, ол шықпай сол жерде қалып қойғандар. 30 Фарабидің не істегенін білмейміз. Иә. Оның бер жағында жаңа Қораздан, Хорезмнен шыққан Әл-Хорезми математиканың атасы. Иә. Сандар теориясын шығарады. Сол кісі шұқылап жүріп, ежелгі үнділердің дейді да, цифрды шығаруын сол кісінің атымен аталады қазір. Цифр бар ғой, қазір цифр дегенде 9 цифр бар, 9 таңба. Біздің көп адамдар оны санмен шатастырады. Сан мен цифр екі басқа. Екі түрлі, иә. Иә, цифрын киім, сан ол адам, былай алғанда. Сан шексіз. Соны 10 таңбамен белгілейміз. 0-ден бастап 1, 2, 3, 4, 5. Қазіргі цифрлық технология, сонда соны Әл-Хорезмиден басталып тұр. Оның ар жағында үнділерден 0 деген таңба шықты деп есептейді да. 0 деген таңба. Үнділерден. Үнділердің математиктері шығарды деп есептейді. Мен мына тоғызқұмалақ деген біздің ойынымызды зерттеп жүріп, үнділердің әр жағында біздің жерден шыққандығына қазір көңіл қойып жүрмін.
сіз енді соңғы кезде мен әңгімелескен сайын барлығы сол бізден шыққан дейді. Мен оған қуанамын. Жоқ. Дәл қазіргі уақытта ол қарабайыр түсінбекші. Иә. Дейсің. Иә. Бізден шыққан жоқ. Біз адамзаттың өңезіміз. Иә, біздің өңезіміз. мына Алтайдың айналасынан барлығы өңез деген не? Өзек. Басқа халықтардың қатысы бар бұған. Бірақ өзекті елестетіңіз, оның айналасын елестетіңіз. Парсылар да бізден шыққан. Бізден шыққан деп айтуға болмайды. Бізден кеткен. Біз жалпы адамзаттың құндылығын мейлінше сақтап келген халық. Сақтап келген. Басқалар сақтай алмаған. Қазір неге біз осындай болып қалдық? Мәселе енді мынадай. Мен осыдан 10 шақты жыл бұрын жалпы адамзаттың мына өркениеті, мәдениеті екі жыныстан тұратындығына бір идея келді. Екі жыныс. Бұл сіздің ойыңыз. Ұрғашы еркек. Бұл зерттелген дүние ме? Енді қара, соның алдымда бір мақала жаздым. Ол Абай кезетте жарияланды. Оған көп адам мән берген жоқ. Оқыды біразы. Болды. Енді ол қазақша. Содан енді осы 1-2 ай болды, тарихшы мықты Жұмажан Байжумин деген жігіт, орыс тілді жігіт. Ол одан әрі қарай зерттеп, дәйектеп тастады. Ол айтады, Қытайда даосизм деген қазір дінге айналған теория бар. Иә. Оның негізі мына бір тұтастық пен қайшылықтардың бірлігі дейді. Орысша единство и противоположности дейді. Оны бертін келе Совет үкіметі кезінде марксизм, ленизм не деді? Диалектика деді. Қарама-қайшылық, диалектика. Оның түбі әр жағында сонда ұрғашы мен еркектік жатыр. Мысалға, қарабайыр айтқан кезде көшпелі қоғам, ол еркек. Ол еркек. Отырық қоғам, ол ұрғашы. Ол қайдан бастап алады дегенде жаңа Жұмажан айтады. Адамзат тарихтың түбі адам екі кәсіпті меңгергеннен бастайды. Аңшылық, терімшілік. Терімшілікті кім тереді? Бала-шаға тереді. Ауылдан ұзамайсың. Қолда не бар, жер не береді, соны тереді. Бала-шаға, әйелдер. Аңшылыққа кім барады? Білекті, жүректі, көрдіңіз ба? Қаруды ұстай алатын, пайдалана алатын. Содан келеді да аңшылықтан малшылық қоғам пайда болады. Малшылықтан аттылы, көшпелі жалғаса береді. Қоғам пайда болады. Сөйтеді да мемлекет дейді, қазіргі Европа центрлық, Европа кіндікшіл теория бойынша мемлекет дегеніміз қайдағы дала, қайдағы көшпелі, қайдағы малшылар. Ол отырықшы қоғамнан пайда болды дейді. Терімшілерден пайда болды мемлекет дейді да. Жұмажан екеуміз айтамыз, жоқ дейміз. Әлгі аңшылар тек қана аңды аулаған жоқ, тек қана мал бағып жөнінде жүрген жоқ. Ол кеңістікті игерді, мал көбейген сайын игере бересің. Яғни жаңа отырықтанған қоғамды сен өзіңе қарата бересің. Сөйтесің да жабайы түрде алғанда әйел мен еркектен бала туады. Сол секілді көшпелі қоғам мен отырық қоғамнан жаңа өркениет пайда болады. Кез келген өркениеттің әр жағын қарасаңыз, міндетті түрде оны көшпелі қоғам, аттылы қоғам барып басып алғаннан кейін пайда болады. Діндердің туындауы да бәрінің әр жағында сол тұр. Қызық жері. Салт дәстүр жақынырақ па, әлде ислам жақынырақ па қазаққа? Көшпелі қоғамда, көшпелі қоғам мына мыңдаған жылдарғы ғұрыпты, дәстүрді ұстап отырады, қызық жері. Жоғалтпайды. Түрлендіру мүмкін. Бір сырттан идеология келсе, соныған икемдеуі мүмкін. Қатты икемдесе де. Қалай икемдесе де түбінде қалады. Түбінде қалады. Мысалға, бір нәрсені айтайын. Біздің киіз үйдің бақаны бар, иә? Тіккен кезде бақанмен шаңырақ тұсап тұрасың, оғын шаншып тігесің. Содан кейін оны шаншып қоюыңа болады, керек-керге көлденең қояды. Соны адал бақан дейді. Иә, ортада тұрады. Ал қараңыз енді. Адал деген қай сөз?
исламның ұғымы. Халал. Халал, адал. Иә? Тіпті халал деген сөздің өзін адал деп өзіне икемдеп алады, көрдің ғой. Енді осыдан қарасаңыз, жаңағы көшпелі қоғам өзінің конструкциясының өзін идеологияға икемдеп отыр, бірақ сол күйінде ұстап отыр. Адал бақан. Кіргізетін кіргізіп. Иә, бәрібір ұстап отыр адал бақан. Исламнан қарасаңдар, ол ешқандай қайшы емес. Адал. Неге адал? Себебі дейді, ол айтады. Ана бақан көкке шаншылып тұрады. Сол арқылы Алла тағаланың қуаты келеді. Оның батасы түседі. Соның бойындағы нәрсе, соған ілінген нәрсе ғана адал деп айтады. Сондықтан ол адал дейді. Сөйтеді де адал бақанды әдемілеп көрсетсек, егерде керемет. Адал бақанды баяғыда енді киімілік сияқты, қазіргі тігін киімілікістер бар ғой. Иә. Соған шыққан. Иә, ана құстың тұмсығы сияқты бүйтіп қояды. Соған ілет киімнен басқа жыртыстар, маталар, кәдімгі той туманның несінде. Сосын мына адал бақанды мына киіз үйді тұрғызғанда бірінші шаңырақты көтереміз ғой сонымен. Сол кезде енді бала кезіңізде талай соңғы рет қашан киіз үй тіктіңіз? Ағаш үй. Мен қойшының баласымын. Мен де қойшының баласымын. Мен біліп тұрмын енді. Мына қойшылар аттылы қоғамның соңғы нүктесі. Қазір қой бағатын адам жоқ. Міне. Енді жаңа Асекең өте сыйлайтын адам. Аға көрем, мен де математик, ол да мен жақсы сыйласпыз, алыста білеміз бір-бірімізді. Асекеңнің айтуы дұрыс. Қазіргі өзекті мәселе технократиялық қоғам жасауымыз керек қой. Енді қазір мал бағатын адамның жоқтығы біздің технократияға жақындағанымыз. Бірақ технократияның атына мен алмайтынымыз. Бір қызық айтайын, мен ағаммен ауылда мал шаруашылығы бар. Малға қазір ауылда атпен бақпайды. Мотоцикл, велосипед, машинамен барады, бір қайрат. Енді қызығы қазір малға бұрын машина көрсе қашатын еді ғой. Кәдімгі тарқырап, бәрі жиналып қалады. Қазір машина келмесін. Анекдотта бар ғой. Мотоцикл барса да кәдімгідей дым болмағандай тұра береді. Сосын қазір малды айтасың ба? Иә. Малда үркіп кетеді қазір. Соны неге айтып отырмын, жаңағы киіз үй туралы ғой. Иә. Сол адал бақым жаңағы киіз үй тіккен кезде, бізде ағаш үй дейді ғой енді. Бір жерде киіз үй, бір үйде киіз үй дейді, бір үйде қара үй дейді. Соның бәрі де дұрыс емес. Артынан айтамын. Иә, соны жаңағы мына шаңырақты көтерген кезде, шаңырақты міндетті түрде ер адамға көтергізеді. Иә. Неге? Иә. Сосын жаңағы әкем марқұм айтады, әй, есен тұрсын, шаңырақ қой дейді. Оған анау адам әлі де келмейді анаған. Әлі де келмейді ғой, иә. Екіншіден? Баяғыда бір қызық болған. Шымкентте оқып жүрмін, Казтида 2-ші курс па сондай. Сол кезде замдекан кірді, декан орынбасары. Киіз үй тігетін адам бар ма деді. Сосын сабақтан босатамыз деді. Қолымды көтердім, енді басқа ол кезде барлығында жоқ. Әрине, сабаққа қатпай енді. Барсам, факультет, сол кезде бәрі киіз үй тігетін еді, баяғы наурыз 90 жылдардың басында барлығы. Ана киіз үйді жаңа бақанмен көтереді, шаңырақта уықтарды салады, жаңағы немен, керекемен. И шамалдан кейін құлақ қалады. Соны білмейді, жұрттың бәрінде проблема болып жатыр. Содан келдімде мынаның несі қайда, бас құры қайда. Ана керегенің басының бірінші бас арқаны болады ғой. Сонымен бекітіп аласың. Арқанмен істеп алғаннан кейін жаңа саласың. Содан кейін барып, енді айтпесе анау жаңағы уық жан жаққа жайылып кетеді ғой. Сол жаңағы әрқайсының өзінің деталі бар екен да, әрқайсының. Оны жаңа құрған кезде де, мысалы үшін жаңа күн шығатын жаққа құр, надай деп өзінің бәрінің енді қанша даланың несі ғой, оны әрқайсына істей алмаймыз. Сол кездегі бір 90 жылдың басында жаңа құрғаннан кейін мен факультетте бір герой болып кеттім да. Мына бала қаһарман. Қазір енді барлығына темірден істеп тастаған ғой. Түсінікті. Мен саған сұрақ қояйын осыған байланысты. Әлгі жаңағы киіз үйді, орда үй дейікші. Орда. Киіз үй деп Совет үкіметінің этнографиясы шығарып жіберді. Оның ар жағында киіз үй деген жоқ. Киіз туырлықты деп айтады, киіз үй демейді.
және ол киізден тұрмайды. мына Оның сүйегі ағаштан. міне біз сүйегі дейді. Батыста ағаш үй дейді. Иә. Совет үкіметі келді киіз үй деді. Кейбір диалектикалық жағынан кигіз үй дейді. Негізінде ол орда. 6 қанат ақ орда. Айтып тұр ғой, орда. Содан келеді да славянданған түркілер, орыстар юрта дейді. Ноғайлар юрта дейді. Орда ғой, әр жағы. Орда деген біріншіден дөңгелек дегенді білдіреді. Юрта деген жұрт қой. Жоқ, ол жұрт деген де бар, оның да әңгімесі басқа. Жаңа мен Дағыстанға барған кезде бабай юрт, қызыл юрт деген жұрт емес па? Юрта деген ел деген сияқты. Орда үй дейік та, киіз үй десек, ал ағаш үй бар, ағаш үй. Мына ормандағы түркілер, орыстың избушка деп жүргені, изба деп жүргені, біздің ызба. Бөренелерді ызу, бірінің үстіне бірін тігу. Азу дейді. Мысалға, мына тігін кезінде қатарластырып тіксе, азу дейді. Азып тіккен дейді. Иә. Содан ызба деген сөз шығады. Ызба деген бөренелерді бірінің үстіне бірін қатарластырып қойып, үй салады. Одан ызба шығады. Ол біздің далалық кезде бертін келе 4-5 ғасырда ол ұмытылып қалды бізде. Алтын Орда кезіндегі пайдаланған сөздер олар, ызба. Содан ызбаны орыстар изба дейді, избушка дейді. Сөйтіп, солар қазір орыстың үйі болып кетті. Шынында ол түркілердің, орман түркілерінің үйі. Башқұртта бар ғой, истектер дейді. Әрине. Недегі орманда жүретіндер. Енді түркілер қызық, енді жаңа 4 кеңістіктің арасында жүреді, бірін-бірі қажайт, әжуалайт, кетеді, мұқатат, сарт дейді, март дейді, әйтеуір сөйтіп жүреміз ғой енді түркілер. Жарайды, орда үйімізді, киіз үйімізді көзіңе елестет. Соны технократиясыз жасай алар ма еді адам боласы? Жоқ. Демек, жоқ, оның барлығы бұрын болған ғой. Қазір болса, кім жасады? Кім бол? Отырықшылар жасап берді ме екен соны бізге? Жоқ. Бәрі ыңғайлы, көшпенділігі. Кім екен сонда? Көрдіңіз ба? Мәселе, жалпы технократиялық ойлау жүйесі мына еркін жүретін адамның басында болады, халықта болады. Бізге жұрттың жасап жүргені, жұрттың жасағаны, жұртта болып кеткен нәрсе бізге әр уақытта неге таңсық болады? Мен мысалы үшін Европаға барған кезде ойландым ғой, ойбай бір жақсы не болады шығар деп. Ана көрдім, Римдегі, Париждегі. Таңсық Совет үкіметінің жасаған идеологиясы бізге. Сендер деген ешқандай өркениетсіз, мәдениетсіз халықсыңдар. Сендер артта қалғансыңдар. Неге соны біздікілер қабылдап қойған? Қабылдамай қайтеді. Егерде 20 ғасырда қазақтың қаймағын сылып, 2 рет сылып алды, 2-3 рет. Сосын аштық жасалды. Сонымен бала-шағадан өрбеген халықпыз біз. Қазақстанның өзі бала-шағадан советтік құлға айналып барып тебіндеп шыққан халықпыз. Қайта мына оралман деп жүрген шетке қашып кеткен қазақтар, олар бұған бойсынбай, сол менталитетті, ділді сақтап қайтып келіп отыр. Қашып кеткен дегенде біреулер ауыр қабылдайды. Жоқ, қашып кеткенде жағдайға байланысты уақытша кеткен. Жоқ, қашып кеткен деген дұрыс сөз емес, иә. Ығысқан. Ығысады. Әрине, мына Қытайда өзіміздің жер, олар өз жерінде жатқан қазақтар, мына ауғанға ауып кеткен деп айтқан дұрыс. Иә. Ауғанға да ауды, Иранға ауды, Түркменстанға ауды амалсыздан, Сібірге ауды. Олар қазақтың түпкі жаңағы несін ұстап қалған. Сол үшін қашқан олар. Сол үшін кеткен. Көрдіңіз ба? Ал қалған одан қайраны жоқтардың бәрі қырылып қалды. Содан айтып-бейтіп қазір шығып отырмыз ғой. Сондықтан бізге не болса сол таңсық. Мысалға кішкентай бала, ешқандай танымыз жоқ. Бірдеңені көрсетсең аузынан суы құрып, су ағып. Маған қатты қызық болған жоқ. Мен сол кезде бір келдім да, мені де адам бірінші көзбен көргеннен кейін барып өзің ойланасың ғой. Алдымда шынында да мындай екен ғой, мындай екен ғой деген. Жалпы бұл жақта тек қана ең бастысы мәдениет бар, заңның орындалуы бар и жауапкершілік. Сен сақайғасын барға шығардың, оң солын таныдың, сосын барып тұрсын. Ал олай танымай барсаң, шынымен аузың аңқиып қарау мүмкін. Солай болуы, психология кәдімгі. Жүр, мен неге Қытайға барған кезде бәленбай қатар үйлер бар ғой, 100 қабатты, мынадай бір көпірлер салып тастаған, соған бір кішкене бір таң қалдым, апырайымнан жасауға болады деген сияқты. Бірақ бұрынғы тарихи дүниеге аса бір қатты не болған жоқ. Қазір бар ғой, адамзат баласы технократияға таң қалмайды.
адамзат баласы табиғатпен қалай үйлесіп өмір сүруге болады деген соның шешіміне таң қалады. Сөйтеді да қазір барлығы табиғатқа қатысымыз болды ғой. міндетті түрде барлығы қазір бүкіл дүниежүзі тарихшылары, оның тіпті жаңағы технократтардың бәрі бізді зерттеп жатыр. Генді, қанды шұқылап зерттеп жатыр. Бізді? Иә. Біз өзіміз зерттеп жатырмыз ба? Енді ол басқа тақырып әрине. Жалпы сіздің мамандығыңыз, жаңа жоғары оқу орнын бітіргеніңіз физик математика немесе математика информатика? Ескірген сұрақ. Ескірген бәрі ғой. Қазіргі кезде адамнан сенің мамандығың қандай деп сұрауға болмайды. Иә, өткенде естідім сені. Түсініңіз ба? Иә, маркетология жөнінде жаңағы. Мен осы 2 ай бұрын интернет маркетологияны бітірдім. Иә. Диплом бар ма? Диплом бар. Диплом бар. Диплом бар, жақсы бітірдім. Сайт жасай аламын, таргет жасай аламын. Оның себебі маған мынадай болды. Мен біраз нәрсе қолымнан келеді, ойымнан келеді, өзімді өзім сата алмаймын. Менде де бар ол. Менде де емес, жалпы қазаққа тән нәрсе ол. Жоқ, сататындар бар. Әдемі. Жоқ, жоқ, сататындар бар ғой әрине. Біреудің мысалы сөйлесіп отырасың, әдемі идеяңды алып, мынадай деп. Мен басында өзім былай ойлаймын, мынаны бір шамалап қана көрсетем бір идея деп. Бірақ ана жерге барып әңгіме дүкен құрған кезде мен ішімдегінің бәрін ақтарып қоямын. И бір жарты жылдан кейін сол дүние бір әдемі болып бір жерде шығып тұрады. Сен құндылығыңды беріп жібердің тегін ғана. Энергияны беріп жібердің. Идеяны құндылыққа айналдыру керек қой. Сол жағы жетіспейді ғой бізде. Мысалы идея туады, одан кейін оны машина жасауға, машинаның идеясы туады да, соны айналдыра білу керек қой. Біздің ата-бабаларымыз әуелі 2 доңғалақты арба жасады, колесница деп жүргендері сол. Айналып келгенде сол ата-бабамыздың мақтай береміз сол. Жоқ, былай ғой. Иә. Мына қазіргі уақытты меңгермеген адам, халық кешегі уақытына қарайлай береді, тарихымен өмір сүреді. Біз сол халықпыз қазір. Иә? Себебі біздің ата-бабамыздың деңгейі бізден анағұрлым жоғары болған. Соған жете алмай тырбынып жатырмыз да, соның амал жоқ қарай бересің, жалтақтай бересің. Ата-бабаға сыйыну да бәрі де соған шыға береді. Қару-жарақ жасауға неге ұмтылмады? Неге қару-жарақ жасалмады? Қолмен, шоқпармен, қылышпен, найзамен. Міне, кеше ғана көрдім. Иә. Байбарыс сұлтан кезінде торпеда жасаған. Ол ана жақта ғой. Қай жақта болса да, көшпелілер ғой солар. Бүкіл аттың үстінде жүр сол, қазақша сөйлеген, қыпшақша кәдімгі. Қымыз ішкен. Түсініңіз ба? Иә. Сол кәдімгі мына дала басқа жақта да болса да, осы өмірден ешқандай ажырамаған. Сол торпеда жасатқан. Енді біз қазір әлі күнге шейін жаңағы теріскейдегі көршіміз туралы көп нәрсені айта алмаймыз. Дымымыз құрып отырады. Мына жақта жалпы қазақ көршісімен жақсы ғой, енді көршімен жақсымыз дейміз, бірақ ана намыс деген бар ғой, намыс деген бар ғой, мысалы әрқайсысы әңгіме айтып жатыр. Жиіліп кетті. Ананы айтады, мынаны тиісіп қояды, ана жерлерің былай кетіп қалды, мына жерлерің мынау артық отыр дейді. Оны бірдеңе деп арып етіп сөйлейін десең, артты ойлауың керек. Қазір ең бастысы уақыт деген сияқты ғой. Сол кезде ойлайсың да, неге сол кезде сондай болмады. Біз әлде де сол жағынан таяқ жеп жатырмыз ғой. Мынандай нәрсе. Иә. Мына солтүстік көршімізді орыс ағайынды айтып отырмыз ғой. Иә. Оның қаны, тілінің 60% түркизм мысалы. Олар мойындамайды. Жоқ, мәселе мойындауда емес. Мәселе мынада. Мына көшпелі халық, отырықшыл халыққа сіңуге бейім келеді. Есіңізде болсын. Иә. Біздің ұтылатын жеріміз осы жерде. Ежелгі Грецияда да дәл сондай жағдай болған. Анау Троя туралы аңыздардың барлығы көшпелі аттылардікі, біздің прототүркілердікі. Сөйтеді да жаңағы барып бір қатар сіңе берген. Сөйтіп ежелгі Грецияның мәдениеті, өркениеті, тарихы бүкіл адамзаттың үлгісі болып отыр қазір. Бірақ соның құрамында біздің жаңағы неміссіз елестету мүмкін емес. Сондықтан ол жерге ешқандай комплекс болып, ұялып, біз неге өйтпейміз, біз неге сөйтпейміз деп өзінің кемшілік іздеп керек жоқ. Қазіргі дәуірде олар оны мойындамайды ғой. Мойындамай-ақ қойсын, сен қайдан білесің? Оның мойындамайтындығына көзі оларға керек емес те шығар. Олар мойындап жатыр қазір. Тарихшылар, гуманитарлық ғылымның барлығы қазір тоқтатып, бүкіл даланы зерттеп жатыр қазір. Жаңа дәуір басталды.
жаңа дәуірдің дауысы Димаштың дауысынан басталды. Иә. Сол аян, сол белгі, Соларға есіне салу. соларға емес, жалпы адамзатқа. Жалпы, иә. Сендер қайтыңдар деп жатыр. Өйткені көшпелі қоғамның мазмұны ол тазалық, рухани тазалық. Ертең бұл осындай иә. Одан әрі қарай кетсе, бұған дейін жер бетіндегі өмір 4 рет апатқа ұшыраған. 5-ші рет апатқа ұшырамаудың алдын алу. Алла тағала кәдімгі сондай неше түрлі белгілер жіберіп жатыр. Соны біз өзіміз ұқпай отырмыз ғой. Ұқпақ түгіл мойындамай, Қытай бар мойындаған жоқ па? Өйткені Қытай көшпелі қоғамның, аттылы қоғамның қадірін біледі. Білгізген біздің ата-бабаларымыз. Хуанхэ деген сары өзеннің бойында ғұндар тұрғанда, қазір олардың белді өзені болып кетті. Ол жердің барлығы сол біздің қандармен қандастар. Қытай болып кетті. Солтүстігі толығымен. Солтүстік Екібастан. Олардың тарихын шұқып қаласаң, бәрін аттылар бар билегенде сіңіп кете берген. Тарихқа айналған. Жақсы. Бір сұрақ қойғым келеді, осы сұрақты өткенде де қойғым келеді. Жалпы тілдің тазалығын сақтау дұрыс па? Бізге енді тілге қаншама қазіргі таңда жаңағы бір шамалы бір сөз келсе, бірден қазақшалап аударып аламыз. Орыстың тілін араластырып сөйлейтін не бар, ағылшын тілін қосып сөйлейтін не бар. Жалпы бірінші кезек осы қажеттілік туғызып алу керек шығар. Біздің қазір тілдің дамымай отырғаны, енді осы тіл жөнінде әңгіме қозғап жазатын болсақ, бәрі шығады. Тілді қайттан баста, тілді басқа тақырып қылайық. Негізінде жаңағы сұрағыңа жауап беріп кетейін. Тілдің тазалығы дегенде лексикалық қорды айтып отырсың сен. Лексика деген мына сөздер бар ғой. Бізде бірнеше миллион сөздік қор бар екен. Ағылшын тілді далада қалып тұр қазір, шынын айтқанда. Жоқ, ағылшын олар көбейтудің міндеті емес ол. Нақты құрал есебінде ғана пайдаланады ғой. Жалпы этникалық, мына этнолингвистикалық қор бізде орасан үлкен да, бірақ жаңа сен айтқандай ол ғылымға бүгінгі күнге пайдаспай жатыр. Яғни біздің жеріміз қандай бай болса, тілімізде сондай бай, жеріміздің байлығының қызығын көрмей отырсақ, тіліміздің де қызығын көрмей отырмыз. Неге? Біз ана жасампаздықты қолға алу керек. Яғни тіліміздің өзінде әрбір сөзді өз орнына қойып, терминге айналдырып сөйтсек, онда оны кім істейді? Барлық халықтар істеп жатыр. Мысалға қазіргі түріктерді алыңыз. Түріктердің 20-шы ғасырдың басындағы тілін алыңыз да, қазіргі тілді алсаңыз, олар араб парсылықтың көбін ығыстырды да, түркілерді бізден алып кәдім көп сөздерді қалпына келтіріп, техникаға, ғылымға байланысты әрине Европаның терминдерін алып пайдаланып. Француздың кейбір сөздерін қалдырды. Одан ешқандай қор болмайсың. Қазіргі мына заманның тілін алып, оны пайдалану керек. Бірақ негізгі өзіңнің тілдің өзінің құрылымы, қаңқасы, оның еті қалу керек қой. Ана күніге мыңдаған терминдер бар. Күн сайын кейбір соншама терминдер, сөздер ескіріп кетіп жатыр. Онда тұрған ештеңе жоқ. Екеуміз осылай қазақша сөйлеп отырып, бірақ екеуміз ғылымды дамыта алсақ, техниканы дамыта алсақ, мейлі басқа Қытайдың болсын, арабтың болсын, бәрін тілін алып пайдалана отырып арасында. Онда тұрған дәнеңе жоқ. Оған ешқандай, ол да біздің комплекс, кембағалдық. Аса көп оған мән беріп керегі жоқ. Бірақ мына орасан байлықты пайдалану керек қой. Әйтпесе мына біздің тілді алады да, ана тілді қай байлықты да біз игере алмай отырмыз. Міне, өйткені мына жаңа заманға идеялармен жүре береміз ғой. Ойлармен. Жаңа заманға икемделе алмай жатырмыз. Мына жаңа жас мемлекет соны іске қоса алмай жатыр. Жаңа тіл жөнінде айтып өттік қой. Мен неге айтам, өткенде осы жөнінде әлеуметтік желіде тақырып қозғағам. Пікір жаздым, көп жазып жүрген жоқпын қазір. Басқа қаладағы айтам, бірақ басқа қалаларда осы проблема. Ол тек бізде емес, аудан орталықтарында, ауылдарда да осы пайда болды. Кішкентай балалардың орыс тілінде сөйлеп кетуі. Себеп, олардың көріп отырғаны гаджеті, жаңағы видео контенті бәрі орыс тілінде. Біз осы 2017 жылы бір анализ жасағанбыз, сараптама болған кезде, әлеуметтік желі бойынша. Ең көп тұтынатын ақпарат жөнінде алатын Инстаграм мен Ютуб екен сол кезде.
WhatsApp пен YouTube екен. Қазір енді соңғы кезде Instagram мен TikTok қосылды. Көбірек қаралатын әсіресе балалар жөнінде. Балалар. Сол кезде YouTube бойынша 100% болатын болсақ, 85% өзге тілде екен. Басқа тілде. Оның ішінде орысшасы бар, ағылшынша, жаңағы өзбекшесі бар, енді оңтүстік қарайды ғой. Жаңағы. Сол 85%-ның өзін алған кезде 90% теріскейден келіп жатқан, көршімізден келіп жатқан ақпараттар. Бір ғана латын тілі туралы жаңағы аударды ғой, латын тіліне өтеміз деген кезде, мен бір 50-ге жуық пікірді көрдім. Ресейліктердің ішінде саясаттанушылар бар, блогерлер бар. Кім көрінген, берінбеген, астында білінбей. Біздікі жаңағы телеарнада сұхбат берген бір-екі адам, Расул Жұмалы, Айдос Сарының берген бір-екі сұхбаттары бар да, болды. Қалған жеке шығып, осындай өз ойын пікір білдіріп жатқан ешкім жоқ. Оны ешкімді кінәлай алмайсың. Сол кезде енді нақты қазір, былтыр мысал үшін Астанада, яғни Нұр-Сұлтан қаласында мектепке 21.300 бала барды деді. Білмеймін, арнайы кәдімгідей ақпарат шықты. Сол кезде 10.800-і қазақ класына барған, 10.300-і тең жартысы орыс сыныбына барған. Және өте көп жаңағы ұсыныстар келеді дейді, арыздар келеді дейді. Неге мына жерден қазақ мектебін ашып қойыңдар, неге орыс класын ашпайсыңдар? Көрдіңіз бе? Біз қазір тарих деп жүрміз. Мысалы үшін осындай олардың көретін, надан көретін дүниелерін біз қамти алмайтынбыз. Мен осы жөнінде қайта-қайта бір нәрсе айтайын болған. Бұның барлығы белгілі ғой, уже. Бұған талай шешімдерінде айтып келе жатырмыз, оның барлығы бар. Оны қазір бұл жерге айтқым келмейді. Мысалы, малайларды алайық. Малайзия. Малай деген халық бар. Жыңғылдың арасында джунгли дейді ғой. Жыңғыл ғой. Жыңғыл деген сөз кәдімгі. Орман тоғайдың арасындағы халық, маймылдар шулап жүр, арасында өмірсі, оны кемсітуге де болмайды. Өздері Қытай басқан жер, мысалға. Соған қарамай, солар қазір ислам әлеміндегі ең алдыңғы қатарлы мемлекетке айналды. Ол қазіргі заманның өндіру баздығында, жасампаздығында бәрін игерді. Тілінің өзіне технологиясы да дамыды. Соған Мұхтар Шаханов барып келді ғой деймін. Бір тіл мәселесіндегі тіл комитеті ма, сондай бір құрылым бар екен. Соған 8 қатарлы ма үй ғимарат бөліп жұмыс жасатқан. Зерттеу бар, енгізу бар, бәрі ішінде бар. Көрдіңіз ба? Малай тілі ағылшын тілімен өз елінде қатар жүреді. Үшінші Қытай тілі. Барлығы біледі. Әрине. Ал біз дүние жүзін билеген халықтың тұқымы ретінде, ұрпағы ретінде әлі қыңсылап жүрміз. Кімнен көру керек? Оны сұрап өздеріңіз қараңыздар. Өзіміз болғанда кім атқару керек? Ойлану керек. Сондықтан Дешті Қабашақ дәуірінде біздің тіліміз Европаның жартысы мен Евразияның барлығын билеген тіл. Білдіңіз бе? Қытай тілінде түркизм өте көп. Демек, біздің тіліміз мыңдаған жылдар бойы адамзатты билеп келе жатыр. Билейді де. Бірақ қазіргі дәуір екеуміздің өмір сүріп отқан. Өте қызық, өте жауапты, өте бір таңғажайып кез ғой. Бұл біз бақыттымыз осынысымен. Білдіңіз бе? Біз екі дүниені, екі әлемді тоғысқан жерінде кезеңінде өмір сүріп отырмыз да. Бұған дейін жоғалмаған халық Алла тағала ешқашан жоғалтпайды, жаратқан. Біздің тәуелсіздігіміздің өзінде көктен түсті ғой. Мойындай білуіміз керек. Соған белгілі бір сана болу керек. Айтады ғой, біз амал жоқ, ең соңында бәрі жабылып кеткеннен кейін ғана шықтық деп, осындай бір пікірлер жазады ғой. Солай деп айтуыңа болады, пікірді айтуға болады. Жоқ, ол меніңше жаңа айтып отырсыз ғой. Болмаса басқа вариантта да ұсынуға болады. Горбачев кеткеннен кейін 5 облыс біздікі қосып алыңдар дегенде Ресейге газ қосып та жіберетін варианттар болды. Бірақ бәрі неге сақтап қойды? Бір тылсым бар ғой.
бір тылсым бар иә. Болады. Жаңа сіз жаңа түркі жаңа айтып отқан кезде мына көршілес елдің ар жағын қазсақ өздері айтады ғой, орыстардың артын бетін тырнаса татар шығады деді ғой, бәрімізді татар деді ғой ол кезде. Негізі осы жөнінде неге бәрімізді татар деп жіберді деген сұрақ менде туындайды да, бір ешкім тарихи оны оқыған жоқпын. Мына башқұрт ағайындармен сөйлессең, бұлар біздің тілімізді алып алды деп ішінде бір-екеуі өкпелейді. Негізі бұлар бізді солай қылып көрсетті дейді тарих бойынша. Бірақ татарлардың енді өте жақсы достарым бар, бірақ олар солар көшпенді емес ау деймін. Араласып кетті ғой бәрі. Араласып кетті. Жоқ, бұны жалпы Тартария деген тарихта атау бар, татар деген атау бар, оның барлығы бірмен бір нетіп келе жатқан атау ғой. Совет үкіметі көбін шатастырды әдейі қолдан істеді. Монғолияны қолдан... Мына татар халық ағайындар, бауырларымыз, бұлар өздерін ежелгі бұлғар хандығынан шыққандығын нетеді да, бұлғармыз деп есептейді. Бірақ атымыз татар қойды дейді. Сосын бертін келе татар моңғолдың даңқы күшті ғой. Мейлі бола берсін, біз татардың неміз ғой деп олай шығады. Мәселе онда емес. Оның бәрі тарихшылар, лингвистер, этнолингвистер бәрі қазсын. Солар қалдырайық. Мына нәрсеге көңіл бөлгім келіп отыр. Қазір мына сол тұстағы көршілеріміз, ағайындарымыз, орыстардың бәрі емес, кейбір саясаттағы адамдар әдейі от тастап отырады. Бір жағынан ол жақсы. Олар ол мынадай жақсы. Кеше соңғы мына Жириновский шықты. Жириновскийдегі біз әңгімесін елең қылмаймын негізі. Жирен шалдың баласы, онда тұрған ештеңе жоқ. Маған мынадай пайдасы бар бұның. Осыған кәдімгі түтігіп біздер шынымен жауап беріп жүргенде шынымен кәдімгі биіктеп жатырмыз. Зерттеулер көріп. Әрине. Ана Украинамен проблема. Шындық шығып жатыр. Украинамен проблема болды ғой. Украинамен басталды ғой 2014 жылы. Сол кезде бұрын жаңағы аса бір қатты елең қылмай, өзінше бір жүрген, өзінше деп айта алмаймын, бір орыс тілді қандастарымыз бар ғой. Бірден тіктеліп алды. Бірден тіктеліп алып, қазақша жаза бастады, араластыра бастады. Кішкене былай сол жаңағы соған мемлекет тарапынан шамалы не керек қой. Сонда біз бір тұтас ұлтқа айнала алмай жатырмыз қазір. Екі қоғам бар. Бір тұтас ұлтқа айналмайды. Ұлт деген этнос емес. Қазақша сөйлейтін, қазақша әдет ғұрыпты білетін ол этнос қана. Ұлт есебінде қалыптасқан. Этнос қана. Ұлт есебінде қалыптасқан жоқпыз толық. Неге? Себебі қалыптассақ бізде екі тілді арена болмас еді, екі тілді қауымға бөлмес еді. Біз мойындата алмайтынбыз да сонда? Біз енді кеше бізді әбден басты ғой. Қазақ тілді ортаны әсіресе. Сол өзінің деңгейіне, мемлекетті ұстайтын деңгейге көтеріле алмай отырмыз қазір. Егер шаңырақ қазақ тілді болса, онда ұлттану, ұлттық процесс жедел жүреді бізде. Ол барлығын қазақтандыру деген сөз емес. Ұлт деген мемлекетке ие болу деген сөз. Мемлекеті бар халық ол ұлт деген сөз. Мемлекеттің деңгейінде сөйлейтін, істейтін халық ол ұлт деген сөз. Ал жаңағы тілі, діні, оның барлығы тек этностық қана деңгей. Сосын ана әлеуметтік желіде бір жігіттер жүрген, өзге ұлттарға барып, қазақша сөйлей дейді, жасы келгендерге да. Мен соны қабылдай алмаймын. Менің ойымша, елбасының үлкен кісінің сөзі бар ғой, қазақтың қазақша сөйлесін деген. Біз өзіміз бір-бірімізбен біте қайнатсақ қазақша сөйлессекші, басқалар ол қажеттілік туғызуымыз керек қой. Қазақстанда қазақ тілді ортаның жасампаздығының үлгісі пайда болса, қалғаның бәрі соңынан еруге дайын отыр. Сол жасампаздықты көрсете алмай отырмыз үлгіні. Оған кім кінәлі? Енді екеуміз де кінәліміз оған. Қазақ тілді ортада кінәлі. Қолымыздан келген жасап жатырмыз. Екі бастан деймін та. Енді ол саясатқа баратын болсаң, мемлекет билік жұмысқа алу керек. Кешегі айтып отырсың, наурызда. Сонда бұл әдейі деп ойламайсыз ба? Жоқ, әдейі қолдарынан келмегендіктен. Қолдан келмейтін адамдар тыраштанып тақтап отыр. Мәселе сонда. Қарапайым дайын тұрған наурызды тұжырымдамасын бекіте салуға
әшейін 4-5 қол ғана айтпақшы ана алдында ана бір шикілеу шығып кетті ғой. Иә. Яғни шежірегін деп адам күлетін нәрсе. Иә. Тарихпын деп. Иә. Кейбір облыстар, кейбір қалалар дәл сондай. Әлі жүріп жатыр сол. Сол жүргізген. Мен сол жерде болдым да шежірегін дейді. Ал бір күн айтасыңдар да қалған 364 күн айтпайсыңдар ма дедім. Мемлекеттік міндетті дақпыртқа айналдырып жібердік. Бұл бір жағынан сыртқы күштерге, дұшпандарға жақсы. Сонда біз өзіміз дұшпан болғанымыз ба? Неге біз өзіміз күлкі қылып отырмыз? Неге біз қолынан келетін мемлекеттік деңгейде істей алатын, ойлай алатын адамдарды сол орынға неге қоймаймыз? Не деген халықпыз деген сұрақ үлкен. Бұлай тұр ғой қазір. Екеуі бір-біріне қарап. Иә. Бұлай екеуі Бұлай емес, бұлай тұр. Бір-біріне қарап тұр ғой. Иә. Сәлем беріп бақытты бол деген сияқты. Иә. Жақсы. Говорите нормальным языке, адамның тілімен сөйлеңіздер деген кезде өмір сүрдіңіз бе сіз қалада? Өмір сүргенде қандай? Олардың барлығы Есет жағын көріп қалдым. Олардың барлығы мен үшін пройденный этап дейді ғой. Өткен өтпелі дәуір, өткен нәрсе. Мен күліп еске аламын өткен саты. Қазір күліп еске алу керек. Біз қазір тәуелсіз мемлекетпіз. Қанша деген мемлекет? Осы тәуелсіз Қазақстан. Егемен Қазақстанбыз. Егемен елміз, тәуелсіз емеспіз. Әлі тәуелдіміз әлі. Бірақ тәуелсіз болуға ұмтылу керек. Ол үшін алға. Біз болмасақ та біздің бала шағамыз, ұрпағымыз. Бізге қазір ренжуге болмайды. Бізге қазір анандай не болса сезім күйлі, көңіл күйлі төмендетуге болмайды. Артымызда бізге қарап ұрпақ өсіп келе жатыр. Біздер асқақ айбынды кешегі ата-бабаларымыздың ұрпағының бір дәнегі сияқты өзімізді көрсетуіміз керек. Ештеңеге мойымауымыз керек. Ешқандай. Кез келген уақытта жаратқан иеміз, Тәңіріміз, Алла тағаламыз бізге мүмкіндік береді. Сондықтан ешқандай саспау керек. Ешкімнен, солтүстігінен де, шығысыңнан да ешқандай сасуға болмайды. Бізге қазір үлкен шанс бар, мұрсат бар. Біздің осы ұлы далаға, қазақ халқына сол мүмкіндікті уақытты өткізіп жатпайық осыдан басқа. Ұлы дала деп әр сөз тіркестері. Ұлы дала деген сөз дұрыс емес. Дала деген өзі ұлы. Дала деген сөз ұлы деген сөзді білдіреді. Ол ұлын қосып керек жоқ. Ол кешегі Гумилев атамыз айтып кетті енді. Ол енді сол кезде олда да комплекс қой. Шамалы неткісі келіп, кеудесі кергісі келіп айтқан ғой. Соны енді ұлы дала дейміз да. Дала онсыз да ұлы. Дала бөлек, тау бөлек, су бөлек, орман бөлек. Айтпақшы, ноғайлар даланы шөлдейді. Шөлдеміз дейді. Сосын көшені дала дейді. Даланы көше дейді. Қызық. Дұрыс. Дала деп жалпы кеңістікті айтып тұр да. Кеңістікті айтып тұр да. Жер бетін шөл деп тұр ғой. Көп сөздер бар, онда айта берсең біраз не бар. Оған қарап біраз ұғымды қалпына келтіру бар. Иә, ұғымды қалпына өте қызық сөздер бар. Мысалы үшін қарашайлар зерттемей жатырмыз ғой. Иә, қарашайлар мысалы игі деп сөйлейді. Жақсының барлығын игі деп айта берді. Жақсы деген сөз бетіне келе шықты. Иә. Оның ар жағында игі. Иә, ноғайлар әру дейді. Бек әру. Ару деген сөз. Ару сөз ғой. Ар сөз, ар жағында ар деген сөз бар. Сосын бір тағы енді жалпы қозғайтын тақырыптар өте көп. Енді соңғы болып отқан бір соңғы немен аяқтайық енді осы әңгімемізді. Феминизм туралы не айтасыз? Кеше бір парад жасадық. Жалпы феминизм деген не екен? Ол мына ұрғашы қоғамның, иә, сол мағына басына бастаған тұйыққа тірелгендігінің белгісі. Яғни батыстың. Иә, соны бізге енгізіп жатыр. Енді біз де қазір отырықшыланып жатырмыз ғой. Иә. Қай жерде отырық өмір болса, сондай анау қозат әбден шегіне жетіп, мына ежелгі Грецияда сондай болған. Сосын ыдырап быт болған. Быт болғанда Алла тағала көшпенділерді апарып соқтырады да, жайпай, ана жерде қайтадан мемлекет жасайды. Византияда соңғы сәтке шейін жаңағы кімнің кім екенін білмей сыртта келіп тұрған жаңағы түріктің несіне әскеріне мән бермей соңғы сәтте быт шығып қалды ғой. Солай өзі мына көп нәрсе әрине біздің ата-бабаларымыз дәстүрді көп нәрсені аспаннан алған, көктен алған. Аянды алып тұрған аян ақпарат қой. Жоғарыда көктен келіп тұрады. Иә. Енді ислам дінінде бекерден бекер пайда болған жоқ. Мына араб халқы деген әбден азғындап бара жатты жаңағыдай. Сол кезде шықты.
бірақ оның дін айналуына, қалыптасуына, дамуына көшпелі біздің ата бабаларымыздың тікелей қатысы бар. тікелей. Сондықтан мына ислам мен тәңіршілдікті қарсы қоймайық. Екеуін жымдастырып кетті кеше ата бабамыз. Соны әрі қарай ұстап, өзіміздің келбетімізбен жүре берейік та, ағайындар. Бірақ тәңірлік дәуірді зерттейік. Ол біздің өткен тарихымыз. Мен зерттеп жатырмын соны. Өте қызық. Оның кейбір бізге қарама-қайшы тұстар бар ғой. Жоқ, қазіргі енді мына дінге қарама-қайшы болады. Бірақ оны сен ұстанба, бірақ зерттеп, біліп, тану керек. Ол басқа нәрсе. Өз-өзімізді танып білейік. Әсіресе мына біздің орыс тілді бөлігіміз тәңіршіл болып ұмтылады. Сөйтіп те ана исламға қарсы қояды. Яғни біз халық қазір орыс тілді, қазақ тілді болып бөлініп отырмыз. Енді тәңіршіл, мұсылманшыл болып бөлінеміз. Сонда неміз қалайын деп отыр. Феминизмді қосып қойды. Иә. Феминизмнің барлығы мына қоғам рухани әлсіреген кезде сондай мына адамның бойында да нелер болады ғой, бактерия, бір-бір жейтін. Егер сен организмің әлсіресе, анау ішінде жексұрындар шыға бастайды. Сол ауруға ұшыратады. Бұл да сол сияқты нәрсе қоғамдағы. Сондықтан оған жоғарыдан қарап, кең ауқымды шешім қабылдау керек. Оларды барып қуып, жаңағыдай ұрып соғып, олай шеше алмайсың оны. Негізі өзін құтыртып жіберген сияқты, анау менің жатырым, менің мынадай деген сияқты. Одан сайын құтыртып жіберген сияқты да, маған солай көрінеді да. Иә. Енді әртүрлі политтехнология бар ғой. Сосын жаңағы мына біздің көшпелі қоғам сондай сіңірге бастаса, өте жаман түрі шығады да бұл. Әрине, анадан тіпті асып кеткен өте бір жексұрын түрі шығады. Бұл өте қауіпті сондықтан еркек болып қалу керек. Ұрғаш болып қалу керек та. Екеуінің үйлесімінен, мына білесіз бе? Ашамай дейді қазақ. Ол туралы әңгіме басқа. Бізден шыққан, әртүрлі әңгіме болады. Сондықтан ол үйлесімді білдіреді. Жай ғана ашамай емес. Үйлесімді жасау керек қоғамға. Ол туралы біздің Әл-Фараби атамыз айтып жазып кетті. Енді ең соңғы сұрақ, қазір бізде ертең бұл бір аптадан кейін, 10 күннен кейін өзектілігін жоғалтатын шығар. Кенесары бабамыздың әңгіме болып жатыр ғой. Басын тапқан рас па? Әңгіме болып жатыр еді. Мен сыйлайтын жігіт айтты, Зиябек, меніңше. Ақберді, не өзгереді? Бір қазір әлеуметтік желіде ол былай ғой. Екіге бөлініп, оны әкелсе не өзгереді деп жатыр. Не деп жатыр? Енді бізде мына жалпы көшпелі сана, біз тылсымға, бір таңғажайыпқа сенгіш халықпыз. Және оның бар да рас. Бірақ оны түпкілікті шешім табу, бір шешімнің көзі ретінде қарасақ, онда қазір одан ештеңе шықпай қалса, тағы да бүйтіп қаламыз ғой салбырап. Бір уақыт өткеннен кейін бір айдан кейін ұмытып кететін сияқты. Мәселе онда емес қой енді. Оның басы келгеннен кейін өміріміз гүлдей жайнап кетіп, бәрібір бізге байланысты. Сондықтан алсақ ол бірден рухани жеңісіміз болады. Мен біріншіден, еңсе көтеріліп қалады. Еңсе көтеріледі. Екіншіден ол қанша деген біздің соңғы ресми ханымыз, даланың ханы. Ханның ең соңғы, одан да соңғы хан болған. Әбдіғаппар деген бе? Торғайда болған. Амангелді Иманов атамыз өлтірген көрінеді. Кенесарының орны бөлек әрине. Келген дұрыс, және ол бізді біріктіруші. Рухани, бір фактор болар еді. Соны бірақ ойната алсақ, соған дайындап алсақ, соған бізді ойната алатындай бізде идеология болса шіркін деп, баяғыдай тағы да шіркін-ай деп отырмасақ екен деймін. Жақсы. Рахмет аға. Келістік. Жақсы. Қымбатты көрермен, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Ұнамаса да дизлайк басыңыздар, жалпы басыңыздар. Рахмет.